Бұл тағамның атауы әртүрлі, дәмі өте дәмді болып келеді. Жасалуы оп-оңай, бірге жасап көрейік. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Етті 4 піштеп турап, сосын сары майды қосамыз. Бұл жерде менде жылқының шыжғырылған майын қостым. Тұз, бұрыш, татымына қарай сүйікті специяларыңызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, қуырып, содан кейін үстінен су құйып, 40 минутқа қоямыз. Биязымызды ұзынша ғып турап, содан кейін картопиямызды 4 пішті ғып тураймыз. Сәбізді ұзынша ғып тураймыз. Енді барлығын дайын піскен етімізге қосып, орташа отта 10-15 минут қуырып аламыз. Қыздар, сіздер дайын қамырды алып, суға пісіріп алуыңызға болады. Менде бұл жерде бешбармақтан қалған қамырды жайып шықтым. Жұқа қылып, осындай 4 пішті бөліктерге бөлдім. Қайнап тұрған суға тұзды қосып, жақсылап араластырып, енді қамырымызды салып пісіріп аламыз. Еттен қуырмамыз дайын болды. Ыдысымызға қамырды салып, үстінен қуырмамызды саламыз. Тағамымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Міне, осындай керемет тағамды сіз де жасап көріңіздер. Ал сіз қалай атайсыз? Осыны бәрін комментария бөлімінде жазып кетсеңіз болады. Шымшыма, жаппасай деген атаулары бар. Қазақ тіліндегі каналымызды дамытайық YouTube арнамызда. Сіздермен болған Алия.